Отағасың, ай отағасың. Басы. На қасап қалдың, ай оны аяқ киім тауып берсен дейін. Қан аяқ киім. Іріңе берсем ба тағы? Біздің үйдегілер тойға баратын кезде. Ана тамада тос беріп отқан кезде қақшаңдап микрофонға жабыспашы, позор болмай. Енді әулеттің үлкені сөйлесін деді ғой. Әулеттің семіз деген жоқ, үлкені. Ана жерде коляскада апаң отыр ғой, сол сөйлейді ғой. На прикол ұстап жүрсің оған. Соски беріп. Үтік дейтін нәрсе бар ма? Үтік дейтін нәрсе. Мен киімдерім бар ғой. Ей, накасау кәдімгі үтік деген нәрсе бар ма? Үтік дейтін. Киімдерім сен бетін сияқты болып тұр. Әжім болып. Не бересің қазір? Тойға нені бересің қазір? Жұрттың берген бір киім матасын берген ғой. Басқа фантазия жоқ па сенде? Ана матаң айналып өзіңе келіп жатыр ғой, тозды ғана мата уже. Енді ақша жоқ қой енді. Бар ма онда? Ақшаң жоқ болса бармасың. Тойда бір көрген адам туысқан қыла бермей сенде. Далбана метр. Боқтауды ұмытып қой сен кезі. Ана тойға барған кезде 100 грамм соғы құдаларды аралап кетпеші, подругаларыңмен бірге сығандар ұқсап. Енді жақсы көтересің деп жатыр ғой. Бала шағаңды айтып жатыр, сен оң бала шағаң бар ғой, артыңнан еріп жүр. Хулиган қазір ана гулянкада арқан тосып тұрмашы, алдында позор қылмай. Кішкентай бала ұқсап. Енді ақшасы тиіп кетті. Енді сөйтсең бар ғой, соларға ақша беремін де сені қақтырам бар ғой, адам жынына дейді. Яғни менің нәскем ғой, сен алсай ананы. Берсін мен ана. Сен сәл бүтін деген. Бүтін?